мұсылман адам былтырғы Рамазан айындағы қарыз күндері болатын болса, осы биылғы Рамазан айына дейін мүмкіндігі болғанша құтылу керек мойнында. Ол қарыз. Қарыз еш уақытта өшпейді. Яғни сіз біреуге қарыз болсаңыз, ол өшпейді, ол кешірем демейінше кешірмейді ол. Сондықтан да осы айталық, мысалы 19 ақпанға дейін уақыт бар, 5 күн қалды ма, 3 күн қазасы бар ма, солардың бәрін өтеуге тырысу керек. Ал енді оған да шама келмей қалды. Мысалы әйел затында болып қалды дейік, мысалы жағдайы. Ол енді Рамазанға бір аяқ басты. Онда Рамазан айын бітіргеннен кейін келесі жылға дейін болмаса да әйтеуір ол сол қарыздарды мойнынан түсіріп құтылу керек болады. Яғни қазір осы Рамазанға шейін құтылса абзал, ал ондан да құтыла алмаса, одан кейін Рамазаннан кейін ары қарай ұстай алмаған күндердің санын есептеп ұстауы тиіс болады. Сол себепті бұл қарызды, Құдай алдында қарызды әйтеуір құтылу керек болады. Басқа оның жолы жоқ.